Ассалаумағалейкум менің оқырмандарым, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео мына тауық қорамызға жаңадан тауық әкеліп қостық. Бұл жаңадан қосылған тауықтың аты ламан браун деп айтылады. Адамдардың қазіргі былай тілше, былай сөйлеген мағынада несушка деп айтып жатыр. Көп адамдар несушка деп айтады. Бұл тауық жылына 250-300 жұмыртқа береді тоқтамастан. Бір жақсы демалмастан туатын тауықтардың бірі. Жемін суын уақытында берсе, бұлар дейтін 3 жылға дейін туады. Максимум негізінде 2 жыл тоқтамастан тауық жұмыртқа береді. 3-ші жылы кішкене тауықтың жұмыртқа беруі азаяды. Бұлардың тауықтың жұмыртқасының үлкендігі үй тауықтарына қарағанда үлкендеу. Біздің мына Адлер, Австралок, Кочин тауықтарына қарағанда үлкендеу тауықтар. Жұмыртқасы ірі келеді, жақсы. Дүкендегі ламан браунның жұмыртқасына мен бірдей бұларда. Легорндікмен шамалас. Жақсы бағытта тауықтардың бірі. Енді мына құс ұстап отқан адамдар, жұмыртқа бағытында ұстайтын адамдарға осы ламан браун тауықтарын бағуға кеңес беремін. Әзірге видео осы. Арнаға жазылып лайк басыңыз.